шындық ешкімге ұнамайды, иә. Мұғалімдер мен медиктер біз адалмыз деп неге көктер боласыздар. Қазіргі таңда көп мекемелерде басшылар мен оның жағымпаздарының жолы болып тұрғаны жасырын емес. Ал бейнеттің бәрін арқалап жүрген қатардағы жай қызметкерлер. Сол мекемеде өтетін әрбір іс-шарада, қосымша жұмыстарда, тіпті сенбіліктерге де шығатын сол байғұстар. Жыл сайынғы ремонтқа да өздерінің қалталарынан ақша шығарып, сол ремонтты жасап жүргенде солар. Осының бәрін біле тұра неге ақталасыздар? Сол себепті айлық аздығынан медиктер науқастардың тамағына жабысып, ал мұғалімдер әр мерекеде ата-аналардан алатын сыйлыққа құмар. Оны ешқайсыңыз жасыра алмайсыздар. Ауруын жасырған өледі деген сіз өзіңіз үшін болмаса да өсіп келе жатқан ұл қызыңыздың болашағы үшін шындықты айтып және мойындап сол қателіктерді түзеуге атсалысыңыздар. Әрине арамызда адал қызметкерлер бар, бірақ олар саусақпен санарлық қана. Елдің мұңын азайтуымыз үшін біз әр мекемедегі қарттарды пенсия жасына жақындап қалған орнын сауатты, адал, еңбек ететін патриот жастарға ауыстыруымыз керек. Біздегі медицина саласы бұл көзге көрініп, сөзге іліне бермейтін сала болғанымен өте былыққа батқан сала. Сау адамды ауру қыла салады, ауру адамды сау ете салады, жоқ адамға жалған анықтама бере салады. Соның бір дәлелі оқырманның келген бір пікірі, тыңдап көрдіңіздер. 2010-нан бері онкологиямен ауырып келемін. Расымен де өте қиын. Егер ақшаң болса бірден мәселені шешіп, ауруханаға жатқызып береді. Егер ақшаң болмаса, міне 15 жыл уақыт болып сандалып жүрміз. Дәрігерлер бір-бірлеріне сілтейді отырады. Ақша бермесең сандалтып қояды, сен бекерден сандалтып қояды. Немесе бір 99 қағазың дұрыс болып, бір қағазың дұрыс болмай қойса, сені қабылдамай қояды. Одан бөлек қазақстандық дәрігерлер бір ауыз, дәрігерлердің шамамен 70% қалалық жерлерде. Қазақша сөйлемейді. Сен қазақша сөйлесең, саған қабағың тиіп, менің қабылдауыма кіргің келсе, орысша үйреніп кел деген сияқты сыңай танытады. Осы басшының алдына кіремін деп науқас байғұс қанша ай құжат жинап әрең қабылдауға кірген кезде врачтың менің қабылдауыма кіретін болсаң орыс тілін үйреніп кел деп жібергені не сұмдық? Сонда ол өз елінде тұрып, елін сыйламаса, тілін құрметтемесе, өз халқына қалай адал қызмет етеді? Кеше біреу комментарийға жазып қойыпты, медицина қызметкері болу керек. Онда сіз үкіметке айтсаңызшы, айлықты көтерсін медицина саласының дейді. Сонда не айлық аз болса, науқастарға білгендеріңді жасап, ақша берсе қарап, ақша бермесе өлімге итермелеп жүре бересіңдер ма? Сондықтан оқырмандар, біз медицина саласын бұлай қалдырмайық. Қайсыңыз, қай елде, қай жерде, кімнен жәбір көріп жатсыздар, барлығын ашып осы видеоның астына қалдырыңыздар. Себебі менің парақшамды барлық құзырлы органдар қарайды, бақылап отыр. Сіз болып, біз болып, осы медицина саласын әсіресе бірге тазалап, қоғамды бірге дамытайық. Аналарымыз 58 жаста зейнетке шығуы әділ шешім. Билік өкілдері осы мәселені қайта қараса екен деп сұраймыз. Неге десеңіздер, елімізде ақ жаулықты аналарымыз өмірдің талай бейнетін көрді. Тәуелсіздігіміздің алғашқы қиын қыстау жылдарында бір жапырақ нан таппай жүріп құрсақ көтерді. Ол қыздарды дүниеге әкелді, асырады, бақты, жеткізді, тыңбай еңбек етті. Қазіргі таңда аналарымыздың көпшілігі 60 жасқа жетпей, денсаулықтары сыр беріп отыр. Елімізде жартысынан көпшілігі ауыр қара жұмыс дейді. Бейнеттен зейнетке жетеміз ба дегенде 61 жас, сонымен қатар 63 жас тағы да еңбек етуге мәжбүр. Аналарымыз 58 жаста зейнетке шығуын тағы да қарасаңыздар дейміз. Еліміздің тірегі, жүрегі аналарымыз әділ шешім шығады деп үміттенеміз.
қолдаңыздар. Осы видеоны барынша таратыңыздар. Жауапты тұлғалар көрсе екен дейміз. Пікір жазыңыздар, қолдаңыздар. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Ісіміз сәтті болсын. Барлық адам армандайды. Армансыз адам жоқ. Бай болсам, жап-жаңа көлігім болса, не киіп, не ішіп, не жейм, уайымсыз жүрсем дейді. Міне, қалаған жеріме қыдырсам дейді, шетелге барсам дейді. Барлық адам армандайды. Жомарттың қолын жоқ байлайды дейді. Яғни айтқанда, жетіспеушілік, қаржының болмағандығы, армандап қана қоя береміз. Біреулерден сұрайым, ең бірінші байлық не ол? Денсаулық па, ақша ма деп. Бәрі айтады, денсаулық дейді. Я, дұрыс. Алла денсаулық берсін бәрімізге. Міне, жетіспеушіліктен, айдан айға жете алмаудан, кредит, қарыз қысып жатқандықтан, түнімен, күнімен ұйқы жоқ, уайым, қайғы, давление көтеріледі. Уайымдағаннан кейін жүрек қағады. Міне, ақшаның жоқтығынан денсаулығымыз кете береді. Денсаулығымыз құрып жатыр. Енді осы ақшаны табу жағын қарайық. Ақшаны әркім әртүрлі қиыншылықтармен, әртүрлі жұмыспен тауып жатыр. Яғни біреудің жұмысы өте ауыр болады. Шынын айтқанда геморрой шығып кеткенше жұмыс істейді мысалы. Сол ақша табу үшін. Белден кетіп жатады, грыжа болып жатады. Түнде жұмыстан кейін аяқ қол ісіп, таңға дейін ұйықтамай жататындар бар. Міне қандай қиын жағдай ақша табу жолында. Міне денсаулық бірінші байлық дейміз. Яғни ақша табу жолында бүкіл денсаулығымызды құртып жатырмыз. Қашанға бұлай жүреміз? Яғни біз денсаулықты құртпай ақша таба білуіміз керек. Ойлан да байы дейді. Міне, ақша табу жоспарын келесі видеома салатын болам. Жалғасы бар. Ойланайық бәріміз. Білім іздейік. Сау, саламатта болыңыздар.